Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін Алматы қаласы ат спорты және жорық федерацияларының президенті, белгілі атбегі, талай тұлпарлардың бағын жаққан айтулы азаматтардың бірі Қуат Әшімұлы бауырымыздың шаңырағындамыз. Біз бүгін жылқылар туралы айтамыз, тұлпарлар туралы сөз қозғаймыз, арғымақтар жөнінде кең көсілеміз. Жалпы осы бағыттағы әңгімелер өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қуат Әшімұлы, өзіңізді көргеніме бек қуаныштымын. Жалпы енді тұлпар туралы, жылқы туралы айтқан кезде азаматтың алғаш атқа келуінің өзі бір бөлек тарих қой. Менің естуімше, менің білуімше, сіз Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақшатау өңірінің тумасысыз. Сол жақтағы Бекен деген атаңыз бала боп құс ұясын бұзбаған, үлкен болып, жәнегі ардан аттамаған, тазалықты сақтаған ақсақалдарымыздың бірі болған дейді. Және де сізді ат спортына баулыған, жылқыға деген махаббатыңызды ашқан Бекен атамыз, Әшім әкеңіз, онан кейін нағашы жұртыңызда жәнегі шалқыманың үстіне мініп шапқан сәттеріңізді біз естіп білдік. Солар жөнінде келейікші. Жалпы өзіңіздің атаңыздың атқа баулуы, әкеңіздің үйретуі, нағашыларыңыздың осы бір махаббатыңызды өсіруі жөнінде солар туралы айтып өтсеңіз, баяндап. Енді әрине дұрыс айтасыз. Біздің атамыз енді орынтай көкеміз бар, белгілі атбегі, сол кісі айтады ғой. Жаңағы қазіргі байпатшылардың бәрі 150 жыл бұрын бәріне қойшының, жылқышының баласы болған деп. Сол сияқты бізде атамыз қойшы болған, содан жаңағы мал баққан. Сол кезде біз әке-шешеміз сол кісілердің қолына тапсырып кеткен. Содан жаңағы қыста қыстауда, жазда жайлауда аталарымыз жаңағы қой бағады. Сонда жаңағы кеші жақын қойды есік алдына жаңағы жайлауға еріп алып келеді. Содан кейін біз атамызды қарсы алып аламыз. Содан кейін бізді атына мінгізіп жібереді. Мына қойды қарай тұр деп. Ол кезде 5 жастағы баламыз. Атаңыздың жақсы көретін бір арғымағының, тұлпарының аты қандай еді? Енді мен өзім бір ол кісінің жаңағы нағыз арғымағын көрген емеспін, бірақ естуім бар. Менің әкем кішкентай кезінде чабандоз болып, соның өзінің бір қоңыр аты болады екен. Сонымен ол кезде бұрынғы заманда жаңағы чабан тойлар дейді ғой. Шабандой, сабандой дегендер болады. Сондайлар болады, жаңағы слет дейді. Соларға жиналып бәйге чапқан кезде жаңағы атамыздың аты әрқашанда сол екінші болып келеді екен. Қоңыр аты бар екен. Соны айтып отыратын енді атамыз, әкеміз сондай чабандоз болған деп. Сол қоңыр атымен әрқашанда екінші кеп, жаңағы ол кезде қазіргі сияқты машине ақша тікпейді ол кезде. Ат кілем бір дорожка ұтып аламыз, сондай бірдеңкелер ұтып аламыз деп айтып отыратын, соған мәз болып. Енді содан да өзіміздің аталарымыз жағымызда бар. Одан кейін мынау Әсенғазы деген біздің нағашы атамыз болды. Ол кісінің Шалқыма деген атын болатын бүкіл. Шалқыма 90 жылдардағы жүйрік қой, әлгі Абай тойына қатысқан, Абай атамыздың 150 жылдығына шапқан ат қой. 150 жылдығына шапқан. Сол жерде 9 болды ғой деймін. 9-шы орын болып келді. Үржар ауданы бойынша сондай мықты аттардың біреусі болатын. Сол Лайбұлақ деген ауылдан мен нағашыларым. Сол кісілер нағашыларымыз жағынан да бар. Одан кейін осы бертіне келе Шалқыманың елге қызықты. Енді Шалқыманы 90-шы жылдардағы біздің көрермендеріміз жақсы білуі керек деп ойлаймын. Шалқыманың сүйегі, тегі, қаны туралы білесіз бе? Енді ол кезде мен енді өзім қазір былай қарап отырсам, бір кәдімгі өзіміздің бір жүйрік қазақи биелерімен бір Орловский рысақтар қосылған. Содан туған, сол кезде айтып отыратын бір көрші ауылдарға
жаңағы бір сондай бір жаңағы рысак деген аттар келеді. Солар екеуі қосылып содан туған жүйрік болатын өзі. Енді бітімі, сүйегі ерекше жылқы болатын. Ерекше жылқы болды дейді. Соны бір өзіміздің әкеміздің бажасы болатын. Сол кісі танып, жаңағы Елеусіз деген кісіміз марқұм болып кетті. Сол кісі жаңағы өзінің тайынан танып, сол кісі дайындап, Еркеш деген менің бөлем бар, сол шабатын. Сол кезде енді Үржар ауданында қандай бәйге болса соның бәрін сол ұтып жүретін. Содан кейін жаңағы сол жақтың Алтыншоқы деген ауылдың әкімі болды, Шәкәрім деген кісі ғой енді. Сол кісінің бір көк аты постоянно екінші келеді. Сонда жаңағы айтып сол енді аңыз әңгімелер ғой сол. Ол кезде кішкентаймызбыз. Иә. Соны көріп өстік. Ол кезде бәріміз кішкентаймыз, иә. Бізде сол құлақпен естіген дүние ғой, көзбен көргеннен гөрі. Сонан кейін ғой біліп алсақ па деп отырған. Сонан кейін және де өзіңіз айтып өттіңіз, атқа шапқанмын, бәйгеге қатысқанмын деп. Өзіңіз қандай аттарға шаптыңыз? Мен өзім атқа шапқан жоқсыз ба? Әкем шапқан. Әкеңіз шапты? Мен шабандоз болып көрген жоқпын. Енді сол кішкентай кезімізде атамыз қойшы болғаннан кейін аттарға мініп өстік. Одан кейін 5 жасымда мен осы Алматы облысына Өзтемір деген ауылға көшіп келдім. Иә. Ақшатаудан Өзтемірге көшіп келдіңіздер. Ақшатаудан жаңа Өзтемірге біз көшіп келдік. Содан осы 2014 жылдан бастап сол бір аттарға қызығып. Сол бала атқа деген бала махаббат қайта оянып дейсіз ғой. 2014 жылы. 2014. Бәйгаттарға бастап кеттіңіз ғой 2014 жылы. Иә, бәйгаттармен бастап бір қандай жерден аттар алдыңыз, қандай тұлпарлар еді, олардың жетістігін айтып өтіңіз. Енді Батырхан Сабуров деген белгілі атбек ағамыз бар. Сол кісі енді сол кісімен біраз осы бәйгеге тартып, сол кісіден бір Айшық деген тұлпар болатын. Соны сатып алдым. Содан кейін жаңағы біраз жерлерге барып қосып. Одан кейін Тілеубек деген ағамыз болды, көрші ауылдан. Сол кісілерден аттар алып, сөйтіп кішкене жүргеннен кейін бір тойда Секенай ағамен танысам. Белгілі осы атбегі. Секенай Бөбекбай. Секенай Бөбекбаймен танысып, екеуміз сол жақсы дос болып, жекжат болып, әлі күнге шейін бір-бірімізді. Мен ол кісіні аға деп сыйлаймын. Ол кісі менің ұстазым. Енді өзі бір ерекше азамат, қасиетті. Сол кісі айтты, бауырым, егер ат жүктетін болсаң, онда шетелден алып келейік деді. Ондай академикке шәкірт болған ұстаз онда. Сіз онда мықты шәкіртсіз. Содан жаңа Польшаға барып. Польшаға бұл қай жылы? Бұл енді өтірік айтпасам, мен сізге 2018-19 жылдар шығар. 2018-19 жылдар, иә? Польшадан алып келдіңіздер. Қандай аттар алып келдіңіз? Сол жерден 3-4 ат алып келдік енді. Біреусі жаңағы Желғара деген бір құданым болды. Біраз бәйгелерді. Одан кейін бір Қасқалдақ деген байталды алып келдім. Сол Қасқалдақ өте жақсы шапты. Сол Секенай жаңа Черный Макс деген досымыз бар. Сол екеуі Польшадан бірге алып келісіп, ол кезде Жолан марқұм ағамыз тірі кезі сол кісі бірге алып келісіп, көмектесіп, сол кісілермен танысып, араласып. Содан жаңағы олар Секенай ағамыз осылай Қуат бауырым, мынау аттарың енді жақсы аттар алып келдің, енді оған жақсы бір бапкер керек деп. Сонымен жаңағы Мұрат Арықбаев деген бауырымызбен таныстырып, сол Мұрат Арықбаев екеуміз жақсы жекжат болып, не болып, екеуміз сол кісімен аттарымды дайындап, содан жақсы жүгірді сол жылдары. Аттарымыздың бәрі жақсы жүгіріп, әкелген аттарымыздың бәрі барған жерден жүлдесіз қайтқан жоқ. Бір Қасқалдақ деген тұлпарым енді өте Қазақстан деңгейінде мықты шапты деп айтсам болады. Қасқалдақтың шабысы. Барған жерде жаңағы міндетті түрде 1 не 2 болатын. Сондай бір жүйрік тұлпар алып келдік. Сол Секенай ағамыздың арқасында. Содан кейін ол кісіні өзіміздің бір ағамыз бар, өзіміз құрметтейтін. Сол кісі сұрағаннан кейін сол кісіге бердік. Одан кейін бір Үміт деген өзімнің жаңағы тай кезінен сатып алған, Қордайдан шыққан.
сонымен жаңағы ол да біраз чапты, сол бір 7 бәйгеге чапса, сол 7-дің 5-інде бір болып, 2 рет 2 болды. Содан жаңағы оны неге жіберіп, демалдырып, аяғынан біраз зақым алғаннан кейін демалдырып, қанша жылдар, 3-4 жыл демалдырып, биыл қайтадан дайындап, бір бәйге үмітті дейсіз ғой? Үмітті, иә. Бір бәйге қосып көрдік, сол тағы да сол бір бәйгені ұтты. Осы жақында ұтты ғой деймін, үміт, иә? Жақында, иә, бір кішігірім бәйге ұтты. Кішігірім бәйгені ұтты дедіңіз, иә? Сондай енді тұлпарлар біразын дайындадық, біразын ұттық. Содан кейін әлі күнге шейін дайындап жатырмыз. Одан кейін жорық басталды мынау. Содан жорыққа ауысып кеттік. Сонан қазір көбіне жорықтың маңайындасыз ғой. Енді біз жорықтың мерекесі мен берекесіне қарай ойысайық енді. Тұлпарлар туралы біз өзіміз біраз дүниелер каналымызда бар. Енді мынау жорық деген тақырып, біз жорыққа өзі бірінші рет келіп отырмыз, өзіңізбен әңгімелескеннен кейін. Жалпы жорықтың берекесі мен мерекесі, осы жорыққа қалай келдіңіз, оған келуіңізге кім себепкер болды, сол жөнінде айтсаңыз, бастасаңыз. Алғашқы қатысқаныңыз, алғашқы барғаныңыз, оның машақаты жөнінде, сізге бойыңызда оянған махаббаты туралы. Енді жорық деген ол енді бөлек дүние, бөлек әңгіме. Қалай айтсам ол? Қазіргі қазақ ат спортындағы бір кенже дамып келе жатқан спорттардың біреуі ғой бұл. Қазіргі бұрын бабаларымыз шапқан ғой. Қазіргі замандағы деп айтайын. Қазіргі заманда, мына 5 жыл болды бұл жорықтың ашылғанда. Бірақ өте қарқынды дамып келеді. Қарқынды дамып келеді. Өйткені бұның басқасында жүрген жаңа Бақытжан Тұрлыбеков деген ағамыз, ол кісі осы жорықты өзінің жаңағы идеясын жаңа мемлекетке кіргізіп, сол мемлекеттен сол үшін қаражат бөлдіріп, өте жақсы қарқынды дамып келе жатыр да бұл жорық. Сонда жаңа ең бірінші рет сол 2022 жыл болды ғой, сол кезде 22 жыл бірінші рет болды, ол кезде 1300 шақырым шабатынбыз. 1300, иә. Астанадан Түркістанға шейін. Сонда 10 атпен барамыз. 10 атпен барамыз да 5 атпен жаңағы 650 шақырымда 5 атты айырбастаймыз да 5 атқа отырып чабандоздар ауыспайды. Қалған 650 шақырым шабамыз. Егер сол 650 шақырымға шейін 3 атын қалса, 3 атты айырбастайсың. Сонымен егер 3 аттың біреу кетіп қалса, сен ойыннан шығасың. Сол үшін жаңағы ең кемі 3 атыңыз сөреден шығып мәреге кіру керек қой. Міндетті түрде. 1300 шақырым деген оңай дүние емес. 1300 шақырым деген оңай дүние емес, біз мына жақтан шыққан кезден бастап сол жаңа жорық бітіп келгенше бір 17-20 күн жолдасыз. Ол жаңа жолда жүргенде де оның үстіне ең бастапқы кездерде жаңадан бастағаннан кейін ешкім қаражат та бөлмейді, не де бөлмейді. Сол кезде кішкене қиын кездер болды басында. Бірақ сонда да біз осы жорық ашылғалы бері осы 5 рет жорық өтті. 5 ретте, бірақ біз міндетті түрде осы жорықтың жаңағы призовой платасында жүрдік та. 5 жорықтың барлығында, оны естіп біліп отырмыз. Алғашқы жорық жаңағы 1300 шақырымдық Астанадан басталып Түркістанда мәресіне жеткен. Оған алып барған команда мүшелері, сол шауып өткен қазанаттарымыз туралы, мықты жаңағы шабандоз азаматтарымыз туралы айтып өтсеңіз. Онан кейін жорықтарға ақырын жалғастыра берсеңіз болады, 2-ші, 3-ші жорық деп. Енді алғашқы жорыққа біз енді қалай айтсам болады, бір аяқ астынан дайындалғанда жоқпыз. Негізі анау жорықтың жаңағы несі бәрі шықты. Бағдарламасы. Бірақ оған мән бермей жүрдік те, соны бір аяқ астынан бір оңғанда ма, ол не нәрсе, соны қарап, сонымен жаңағы сөйлесіп, звондап, тіркеліп, осындай не екен ғой. Соны аяқ астынан аттар жинап, жаңағы 10 атты. Қай жақтан жинадыңыз 10 атты? Жан-жақтан жинай салдық. Өзіміз қарағанда жоқпыз, оны сүйегіне де несінде чаба ма, чаппай ма. Сонымен жаңағы жинап, содан бардық, Астанадан қатысып көрейік деп.
сонымен қатысып ол кезде жаңағы еламан деген бауырымыз бар, сол чабандоз. Чабандоз Еламан. Иә. Қайсар деген бауырымыз бар, Ерсін бар, Мадияр бар. Сол балалардың бәрін жинап, жаңағы осы мынау Алматы облысы жаңағы Райымбек ауданы Кегеннің балалары көп болды сол. Солармен бірге барып, сол жорыққа қатысып келдік. Сіз топ басшысыз. Иә, мен топ басшысымын. Сонан барып, жаңағы ол жақтан жаңағы ең бірінші жорыққа қатысып, сол 1300 шақырымға соны аяғына шейін өтіп, 3 миллион теңге ме сондай жүлделі болып қайттық. Өзі алғашқы барған кезде кішкене қаржылай сәл Иә, қиындықтар да болды деп естідім. Иә, қаржылай бірақ аларыңыз қиындықтар өзі 1 миллиондай ақша 1 беріп, миллион теңге. өзіңіз 1,5 миллион шығынға батып. Иә, сондай бір Айбек деген бауырымыз бар, екеуміз жаңағы қалтамыздан шығарып, сондай бір артымызда машине де жоқ, жағдайымыз да жоқ, жаңағы бір неміз бар, канивоскымыз бар. Сөйтіп барған кездер болды, енді бірінші көрейік не болады екен, қалай болады екен деп. Сөйтіп барып, сонымен бірінші жорықты барып көріп, кішкене тәжірибе алып қайттық. Нешінші орын алдыңыздар сол кезде? 5-ші орын алдық. 5-ші орын алдыңыздар, иә? 3 миллион қаражат ұтып алдыңыздар, иә, ол кезде қателеспесем. Иә. Сонымен әйтеу шыққан шығындарыңызды жапты ғой әйтеу. Иә, шыққан шығындарымызды жауып, сонымен жаңағы мәз болып қайттық. Одан кейін барып, келесі жылы қайтадан 2023 жыл бұл. 23 жылы қайтадан дайындалып бардық. Сол Астанадан қайтадан неге шейін, Түркістанға шейін сол дайындалып барып. Бұл кезде 1300 емес 1200-ге қысқарды ғой дейме? Иә, 1200-ге қысқарды, 100 километрға. Содан дайындалып барып, ол кезде жаңағы 19 команда қатысты. 19 команда қатысты, бірақ ол кезде енді қалай айтсам болады, өзі бұл жорық деген өзі бір қызық. Бұл жерде сен жаңағы ерік жігердің барлығы сыналады дейсіз ғой. Бағың бар. Иә. Бабың бар. Содан кейін жаңағы атың бар, мықтылығы бар, дайындығың бар, соның бәрі сыналады. Бірақ осы екінші рет барған кезде бізге бір Аллах тағала өзі қатты көмектесті. Одан кейін мынау Рүстем Досжанов деген ағамыз бар, чемпион. Бұл кісі Жетісу облысының аппарат. Сол жорыққа дайындап аппарат. 2 рет чемпион болған сол кісі. Әрқашан сол платада жүретін сол кісі біздің жаңағы менің енді жорықтағы ұстазым деп айтсам болады. Сол кісі маған көп көмектесті. Енді сол кісінің жаңағы қолдауымен, сол кісінің несімен сол Аллах тағала бізге жолымыз болып, сол жылы жаңағы 3-ші орын алып қайттық біз. Үштікке іліндіңіздер ғой. Үштікке іліндік те содан жаңағы. Қандай аттармен бардыңыздар? Аттардың да атын айтып өтсеңіз. Шабандоз ауысты ма ол кезде? Иә, чабандоздар ауысқанда, чабандоздар ауыспайды. Сол 5 чабандоз қалай барады солар. Бірінші жорықтағы 5 чабандозыңыз бар, 5 чабандоз сол до конца солар барады. Бірақ жыл сайын ауысып тұрады олар. Бір жыл мысалы бірінші жылы Еламан барса, екінші жолы Еламан барды ма, бармады ма? Екінші жолда Еламан барды ғой деймін. Ерсін деген бауырымыз бар, капитан команды болды. Мадияр. Соны тағы да қосылып отырады. Қазір мысалы Ерсін мен Мадияр. Бұл балалар бұның алдында Аламан бәйгеге шауып жүрген балалар ғой, иә? Бұл жерде салмақтың... Бұл жерде салмақ емес, салмақ немес. Адамның жасы 18-де болу керек. Адамның жасы 18-де болу керек. Жылқының жасы? Бәйгеге 12 жастан бастап, 8 жастан бастап шаба береді ғой. Бұл жерде жаңағы өзінің ережелері бар. Міндетті түрде бала 18-ден жоғары болу керек. 18-ден жоғары болу керек. Жылқының жасы? Оғанда жылқының жасы 6 жастан жоғары. 6 жастан жоғары. Піскен жылқы болу керек дейсіз ғой. 6 жастан жоғары. Бұрын жәнегі қатысқаны, қатыспағаны жүлде алғаны есептелмейді? Жоқ, ол есептелмейді. Бұл жерде бұл жорық деген енді өзі бір даланың лабораториясы ғой. Бұл жерде жылқының қазанаттың қанаты, азаматтың азаматы, нағыз сол жерде жаңағы жігіттің жігіті анықталатын кезде өте қиын бұл. Қиын, иә. Өте қиын, өте ұзақ жол. Жаңағы бұл жерде сен кімнің дос екенін, кімнің жаңағы дұшпан екенін
кім саған жан шын ашиды екен, кімнің шын ашымайды екен, соны зерттейсің. Иә. Одан кейін жаңағы бұның өзінің бір қызықтылары, жақсылықтары, бұл жерде жаңағы бүкіл 20 өңірден жиналған, сен 20 өңірден жиналған адамдар бір жерден тамақ ішесің, күнде оларды көресің, күнде сөйлесесің. Олардың жаңағы өзінің жаңағы қазақ айтады ғой, әр иттің несі, Әр жердің салты басқа, иттері иті қара қара қасқа деп. Сол сияқты олардың салт дәстүрлерін естисің, тілдерін, кейбір нелерін бір-бірімен сөйтіп бәріміз енді бұл жорық береке бірлікке әкеледі бәріміз. Өте бір қызық, бәрін сағынып тұрасың. Анда кей кездерде болады бір ұрсып жанжалдасып та қаласың. Өйткені кейбір адамдар сен аңдиды, іздейді, бір жамандығыңды, бір ақсағаныңды іздейді. Сол кезде бір жанжалдасып қаласың да, бірақ артынан ол адамдардың бәрін сағынып тұрасың да. Өйткені сен ол жерден бір дастарханнан тамақ ішкенсің. Бір дастарханнан тамақ ішкеннен кейін енді қазақпыз, текті болғаннан кейін жамандыққа қимайсың да ондай адамдарды. Енді соңғы 100 шақырым қалғанға дейін доспыз дейсіз ғой, одан кейін спорт кетеді дейсіз ғой. Соңғы 100 шақырымға шейін бәрің доспын, соңғы 100 шақырымда әр адам уже көрпесін өзіне қарай тарта бастайды ғой. Ақырын. Енді ол жерде уже спорт мықтының мықтысы, жаңағы сәйгүліктердің бәрі дұрыс дайындалып, дұрыс еңбегің бәрі бағың жанып тұрса, онда сен жаңағы сол бестікке кіресің. Кіре алмасаң, қаншама командалар бар, даже мынау соны бір жай өтіп алсақ деп аңсап жүретін, армандап жүріп өтсек деп, соны өте алмай жүрген командалар бар. Оған қарағанда енді сіздер 5 рет қатысып, 5 рет жүлдегерлер сапындасыз, жеңімпаздар сапындасыз. Иә, сондай әрқашан не деп отырмыз енді, сол Аллах тағала Алланың берекесін беріп отыр. Дұрыс, берекелеріңіз арта берсін. 3-ші жорық қай жылы, қай жерде? Енді біздің көрерменге қызықты болу үшін ғой. Сол 2-ші жорықта біз 3-ші орын алып, сол бір 3-ші орын алдық. 9 миллион теңге жүлделі болдық. Нұрлан ағам бар қасымда, Искаков. Сол кісі екеуміз бірге барғанбыз. Сол жүлделі болып, бірақ сол кезде бір жаңағы менің өзімнің әпкем кішкене сырқаттанып жатқан, үлкен жаман аурумен ауырып. Соны бір 2 күн жорық бітер алдында мен ана Бақытжан ағам айттым, сол аға мен үйге қайтайын, мына жақта әпкем болмай жатыр, звондап жатыр деп. Сондан жаңағы ол кісілердің бәрімен сөйлесіп, балалардың бәріне табыстап кетейін деп жатқан кезде анашым звондады. Содан жаңағы Қуат, сен жорығыңды бітіріп қайт, әпкең несіне аппарат алып келіп еді, демалып жақсы болып жатыр деп. Сөйтіп содан кейін жаңағы бір 20 минуттан кейін звондады маған. Жаңағы қарасам, әпкем өзі звондап тұр. Телефонмен видео звонокпен сөйлесем, жаңағы түрі бәрі жақсы бір. Сөйтсем адам акасы бой жазады екен ғой. Бой жазған кезде жаңағы бүкіл түрін елдің бәрімен тұрып сөйлесіп, чай ішіп, менімен сөйлесіп, жорықты енді жүлделі болып кел, тойлаймыз, сөйтеміз, бүйтеміз деп сонымен телефонмен сөйлесіп, сонымен жақсы болып қалдым. Көңіл орнына түсіп, көңілім орнына түсіп, содан жаңағы Түркістанға шейін 3-ші орынды өтіп келіп, осылай балалармен келіп тамақ ішіп отырмыз. Бәрі біткеннен кейін тамақ ішіп отырған кезде маған хабар келеді. Содан кейін жаңағы бәрін тастаймын да самолетпен отырып, соны жаңағы Түркістаннан Алматыға келіп, сондай бір не болды. Бір қуанышпен, бір неме, өкініш, қайғы жүреді екен ғой. Соны жаңағы үйге келіп, бәрі. Одан кейін келесі жылы бізде не болды? Көшпенділер ойыны болды. Сол көшпенділер ойыны болатын болды да, сол көшпенділер ойынына жаңа жоғары басшылардың бәрі шешіп, басқа мемлекеттерден 6-7 команда қатысатын болды да, 500 шақырымға қысқартып тастады. 500 шақырымға қысқартып тастады да, содан біз Павлодардан неге шейін шаптық? Астанаға дейін бе? Астанаға шейін шаптық. Павлодардан Астанаға шейін шаптық. Бұл көктемде шаптық. Көктемде бұл көшпенділер ойыны алдында көктемде шаптық та, бұл жаңа көшпенділер ойынына сынақ ретінде. Өзіміздің Қазақстанның ішінде шаптық. Павлодардан Астанаға шейін. Ол жерде де біз 3-ші орын алдық. Тағы да 3-ші орын алдық. Сол жерде 3-ші орын алып, жаңағы ол жерде былай таңдады.
негізі бірінші, екінші, үшінші орын алған командалар күзге чабады депші. Күзге чабады деді де, қалғандарды чаппайтын болды. Өйткені шетелден көп азаматтар келеді. Сонымен енді өзіміздің планымыз сол болатын, өзіміз жоспарымыз сол жаңа үштікке кірсек, көшпенділерге чапсақ деп. Сонымен аман есен үштікке кіріп келдік. Содан кейін күзде жаңа көшпенділер ойыны болды. Қайтадан бардық. Қайтадан барып, тағы да 5 күн шауып, соңғы жаңа несінде 400-ді өткеннен кейін бір атымыздың кішкене иығы ақсап, содан жаңа мен енді ойладым осы жерден. Иығы шығып кетті дегенсің мен, шығып ақсап, содан ойладым енді осы жерден неміз осыданға шейін неміз болып тұрған шығар, енді осыдан біткен шығар деп. Содан жаңағы дәретімізді алып, содан кейін жаңағы Рүстем ағама бардым. Сонда Рүстем ағама барып едім, сон Рүстем ағам келіп көмектесіп, сон Еркебұлан деген баланы шақырды, бауырымызды. Ветврач өте мықты, шетелде оқып келген. Сол Еркебұлан келіп, бананы иығын салып беріп, сон жаңа уколын салып, сон түнімен Астанаға барып, бүкіл дәрі-дәрмектерін алып келіп, сонымен жаңа 100 километр жаңа шаяғымен өтіп кеттік. Шаяқпен шауып өтті. 20 километр сайын иығына жаңа обезболивающий салып отырамыз. Сонымен жаңағы Кабардин Балкарлар бір болды, Ресейдің командасы. Біз олардан бір 4-5 минутқа қалып қалдық. Енді ол жерде кішкене тағы да біраз нелер болды. Не әсер етті бұнда? 4 минут, 5 минут деген былай 4 минут, 5 минут деген енді аз. Бұл жерде енді қалай айтсам болады. Bir жағынан өзімнің қорқақтығым. Сәл-сәл жасқанда. Өйткені братыңыздың... братым өзі шағат қалды. Шағат қалды. Оның біреусі ақсап тұр. Оны енді айдайын десең, атың тұрып қала ма, тағы да мына балалар ертең жүлдесіз қалса, еңсесі түсіп қала ма. Сол ақырын жаңа екінші орынға кіре берейік деп ойладым. Екіншіден айтып отырмын ғой, жаңа 400 шақырымға жеткен кезде әр адам жаңа өзінің спорттық бәсекеге басталып кетеді, кішкене біраз рухани поддержка жетпей қалып. Рухани қолдау аздау болып қалды дейсіз ғой. Болып қалды. Егер сол жерде жаңағы рухани қолдау. Сол жерде бір жақсы бір ағаларымыз, Қуатжан, аяма, тұлпар табылады, бұл намыс үшін түк етпейді деп бір қамшылап жүрсе, бәлкім түкке қарамай ұрып өтуге де болушы ма еді? Болушы еді ол кезде де. Соны енді сол жерлерден енді бұның бәрі тәжірибе ғой. Бұл айтып отырмын ғой, бұл жорық деген дала лабораториясы. Бұл жерде сен жыл сайын барасың, жыл сайын қателіктермен күресіп келесің. Содан кейін келген сайын міндеттер десеңде қателіктер шығып тұрады да. Қай жерден мен қате жібердім, солардың бәрімен біз жұмыс істейміз. Сөйтіп былтыр содан екінші орын алып қалдық. Кабардино Балкарларға Ресей командасына есеміз жіберіп алдық. Енді одан кейін екінші орын алып, бұл жерде бір 36 мың доллардай ма сондай бір қаржылай сыйақы алдық. Сонымен жаңа мына жақта елдің бәрі күтіп той жасап, балалардың бәрі еңсесі көтеріліп, сондай бір немен бардық. Оларды да ұтып алатын мүмкіндіктеріңіз бар екенін білдіңіздер ғой. Білдік. Өйткені бәрі жаңа бабың, сонымен дайындығың. Онан кейін Кабардин Балқармен түскен жоқсыздар ғой? Бұл жоқ, одан кейін түскен жоқпыз. Одан кейін олар келмеді. Былтыр келеді деген, былтыр олар келмеді. Биыл қазір реваншқа келе жатыр олар. Алла бұйыртса, Қостанайда, Кабардин Балқар да келеді. Кабардин Балқар, Мажар да келеді, Ресей де келеді. Сырттан Татарлар да келеді. Татар да келеді деп отырсыз. Карачай, черкестер бар. Бәрі мықты командалар. Оның үстіне қырғыздардың өзі мысалы былтыр екінші орын алып кетті. Биыл көктемде деген осы Алматы облысында болды, қырғыздар екінші орын. Қырғыздардың командасы өте мықты. Өте мықты. Потому что мен сіздерге айтайын, қырғыз бауырларымыз атты өте жақсы көреді. Одан кейін олар мына әсіресе жорықтың аттары оларда көп. Не себептен? Өйткені біздің қазір қазақтардың бәрі бүкіл мысалы мал бағатын болсын, қой бағатын болсын, бәрі мотоциклға отырып алған.
Қытайдың мотоцикліне отырып Қытайдың алды дейсіз. мотоцикліне отырып алған. Қазір мысалы мен мысалы ас жайлауда жайлауға барамын. Жайлауға барсам елдің бәрі мотоциклмен мал бағады. Иә. А Қырғызстанда олай жоқ. Олардың бәрі атқа мініп Атқа жүреді. мініп. Бәрі атқа мінеді. Олардың ауылдарынан бір-біріне бару үшін магазин, дүкенге бару үшін бәрі аттың үстінде. Бәрі атқа мінеді. Тұлпарлар қайдан шығады? Атты мінген сайын тұлпар болады. Біреудің мысалы 20 жыл қыс болса, оның егер бір бесеуі айғыр болса, сол бесеуін дұрыстап мінсең, біреуінің ішінен қазанат тұлпар шығады да. Мың жылқысы бар, байы көп, бірақ мен деген қазанаты бар, бар екенін білмей жүрген азаматтар жетерлік дейсіз ғой бізде. Жетерлік, иә. Бізге сол кей кезде ойлаймын мен соны өткенде де жаңағы Секенай ағамыз да айтып жатыр. Жаңағы әр адамның дейді да, мен қазақпын деген, мен жігітпін деген азаматтың үйінде міндетті түрде бір ат тұру керек дейді. Өйткені аттың бұның өзінің несі бар ғой, мысалы Құранға да бекер өзінің Құранда сүресі бар. сүре бар ғой. Сүресі бар мысалы. Ол жылқы тұрған жерде береке бар. Жылқының жаңа кекілінде береке бар. Егер сенің есік алдында бір жылқы байланып тұратын болса, ол үйге шайтан кірмейді. Одан кейін жаңа жылқы деген мына таң атқанға шейін сенің жаңағы жақсылығыңды, берекеңді, осы менің бұл ең саған ең сенің мықты жақын досың ғой. Жылқы сені жолда тастамайды да. Жылқының қасиеті өте қасиетті жануар ғой. Одан кейін мына жылқы мінген адамдар көп ауырмайды. Содан ештеңеден қорықпайды. Мен бұрын жаңағы Жылқы мінген жүректі болады дейсіз ғой. Қазақтың енді рухы көтерілетін шығар деп ойлаймын. Рухы көтеріледі, содан кейін ештеңеден қорықпайтын болады көп нәрседенші. Бұрын мен атқа мінбей жүрген кезде, осы бәйгеге келмей атқа мінбей жүрген кезде көп нәрседен қорқатынмын, жасқанатынмын. Біреу сені бірдеңке істеп қоятын сияқты, бірдеңкеден өзіңнен өзің қорқып, Үркіп, қорқып. иә, ана жер бірдеңке болып қала ма екен, мынау болып қала ма екен, мынау бүйтіп қала ма екен. Содан мен жаңағы жылқыға отырған сайын сен қорқыныштың бәрі кетеді. Адамның жүрегінде қорқыныш болмайды. Ештеңеден сен қорықпайсың, бәрін бір Аллаға тапсырасың да жүре бересің. Сонда жаңағы жылқының қасиеті ғой. Одан кейін жаңағы жылқының несі, адамның 99 емге дәрумен. Жылқыға мінген адам ешқашан белі ауырмайды. Ешқашан олар бұрын простатит деген ауру болмаған ғой біздің қазақ ата-бабаларымыз. Қазір мысалы бәрімізде ондай бар. Содан кейін жаңағы ешқандай жүрегіңде ауырмайды сенің, ешқандай қан айналымың, сахар деген қазір неше түрлі түр ауруларға болып кетті ғой. Егер жылқыға мінетін болсаң, олардың бәрі сенде жоқ болады. Сол үшін мынау қазір мына жорықтың сондай бір берекесі, жақсылығы Қазақ атқа, қазанатқа міне бастады дейсіз ғой, мықты азаматтар. Жорықтың берекесі мен жақсылығы содан. Әрине, қазанатқа міне бастады. Одан кейін жаңағы бұрын мысалы жаңа шаруа аттарды 500 мың, 400 мыңнан артық сатамайтын болса, қазір жорыққа бір қазақи кәдімгі биеден туған полукровный, высококровный аттарды, біз мысалы жоғары қанды аттарды, біз олар қазір 1,5-2 миллионнан сатып аламыз. Ол деген жақсы ғой. Өте жақсы. Мысалы бір адам 500 мың теңгеге сен жылқысын сатқаны жақсы ма? Жоқ, 1,5 миллион теңгеге сатса, ол бала шағасын барып киіндіреді. Өте жақсы. Мал алады, жан алады. Ертең келесі жылы ол тура сонда 2 ат саған дайындап қояды, 3 ат дайындап қояды. Бұл деген өзіміздің жәнегі сатушылар да мықты жәнегі мынау қазанатымыз бар дейтін азаматтар да көбейе бастады ғой, сіздерге ұсыныс жасайтын азаматтар да көбейе бастады ғой. Жорықтың пайдасы солда дейсіз ғой. Жорықтың пайдасы өте көп. Қазақ даласына одан кейін бұрын ата-бабаларымыз осылай шапқан ғой біздің жорықты. Ата-бабаларымыз, батырларымыз мысалы 6 күн жолда жүріп біздің жаңағы қазақтың қыздарын намысын қорғап қалған. Соның бәрін біз тарихта зерттеп келетін болсақ, былтыр мысалы біз жаңа Көкшетауға барып шаптық. Көкшетауға барып жаңа Ботайдың жерінен, мекенінен барып шаптық. Ол жақта қандай тарих, жаңа соның бәрін риза боласың да. Бірақ ана Көкшетаудың жерлеріне біз барған ауыл Лабанов деген ауылда болдық. Ана жер не деген табиғат, не деген тоғай, еліктердің бәрі есік алдында жайылып жүр. Бірақ көп орыстанып кеткен. Атқа мінбейді. Сол жерлердің бәріне жаңа жіберу керек та. Сол жердегі аз қазақтың рухын көтеріп қайттық дейсіз ғой, жорық арқылы. Жорық арқылы. Ол да бір идеологиялық тұрғыдан өте бір үлкен серпін болған екен. Жалпы дұрыс айтасыз, жәнегі әр қазақтың қорасында бір қазанат тұрса,
ол азаматы рухты, жігіті жігерлі, азаматы рухты болып өседі. Жәнегі жүрегінде қорқыныш болмаған азамат ешқандай сынақ пен сындардан сескенбей өте береді дейсіз ғой. Өте дұрыс. Көріңіздер, атқа мініңіздер. Жылқыны жаным деп біліңіздер. Сонда сіздердің жүректеріңіздегі қорқыныш сезімі кетеді. Яғни батыр болсаңыздар, мына өмірдің ешқандай қиындығына сынбайсыздар. Осылай қуат секілді сіздер де жорықтың сапынан табыласыздар. Сонымен және аттың артықшылықтары, жылқының бойындағы жақсылықтары туралы көп дүние айтып өттіңіз. Сіз тұлпарларда жүгірткен азаматсыз ғой. Қазір көп айтылады. Жалпы біреулер айтады, тай шаптырған дұрыс дейді. Қазақ айтады, енді тайында тартып мін дейді. Бірақ өзі тай шаптыру бір үлкен бір етек алып кеткен, үрдіске айналып кеткен жоқ па осы? Осыған көзі қарасыңыз қалай? Өйткені біз тайында сындырып тастап жатқан жоқпыз ғой көп тұлпарларды. Енді 30 рет шауып жүлдегер болып жүрген тайлар бар қазақ қазіргі бәйге тарихында. Бірақ олардың ертең олардан қандай арғымақ шығатынын білмеймін. Мен сізге енді қалай айтсам болады, біз мысалы бәйгені қоя тұрған өзінде біздің Қазақстанда бір 6 жастан мысалы жорыққа бізге 6 жастан жоғары аттар керек. Біз осы мына жорыққа деген аттарды әрең табамыз. Мына өзіміздің оңтүстікте негізі аттардың бәрі шоғырлаған жері осы оңтүстікте. Мысалы Қордай ауданы, Алматы облысы, Райымбек ауданы бар, Жамбыл облысы бар. Сол жақтардың бәрін біз аралап, сол жаққа жорыққа жарайтын аттарды әрең табамыз. Бірнеше қайта аралап жүріп. Не себептен? Неге себеп? Себеп сол бізде мысалы селекционерлер бар. Мысалы қаншама селекционерлер бар, жыл сайын бір 50 тай. Мысалы Қордай ауданының өзінен мысалы алсақ, Қордай ауданында бір селекционерлердің бәрін жинасаң, жыл сайын бір 1000 тай олар шығарады. 1000 тай шығарады. 1000 тайдың шығарса да бір 700 тайын жан жаққа сатады деп айтайықшы. Жан жаққа сатады. Сол 700 тайдың енді сол тай кезінде егер қоса беретін болса, соның бір 2-3 ғана шықса шығады, шықпаса бәрі сынады. Тайында сындырып тастап жатырмыз. Тайында сындырады, әрине. Тайында сындырып тастайды. Өйткені енді өзіміздің біз қазір мынау бәйге федерациясы бар бізде. Мен де соның мүшесімін ғой Алматы қаласында. Сонда жаңағы бұл кісілер өте дұрыс деп жатыр да. Бұл кісілер жаңағы бәйге федерациясы қалай ашылды? Бұлар тай жарысын жасамайды. Тайды өйткені сақтау керек. Не оны біз анау бірдеңкені ойластырып, тауып, іздеп керек емес та. Орыстар айтады ғой, не надо придумать велосипед дейді. Это все придумано. Бізге дейін. Просто бізге дейін бәрі табылған. Біз солардың мысалы шетелде, мысалы Европаны қарасақ, бізден 100 жыл жылқы бойынша дамып кеткен. Ол жақтың көзқарасы жылқыға деген бөлек. Өйткені мен сізге бірақ мысал айтайын, мысалы бізге алдыңғы жылы осындай жаңағы айттым ғой, жаңағы халықаралық жарыс болады деп те жорықтан. Содан біз өзімізге 5 ат өзіміздің командамызға апардық. 5 ат бізге венгрлерге ат апардық. 5 ат венгрлерге ат апарып, соларға аттарды бердік, өздерінің чабандоздар келді. Сонда жаңа чабандоздар чауып келе жатады да, аттың мұрнынан кішкене бір қан ағып кетсе, түсетте олар ары қарай мінбейді. Неге? Атты жақсы көреді, сақтайды. Оларда заң бар. Екінші ат мысалы кішкене тасырқап қалды ма, тоқтайды, түсет, мінбейді. Жарысты қояды. Жарысты. Асфальтқа шығады, олар чаппайды. Тас жермен олар чаппайды. Біз қарамаймыз қазақтар. Тас па, жар ма, су ма. Жаңа айтып отырмын ғой, братымыз иығы шығып, бір иығы ақсап келе жатыр. 3 аяқпен. Соның жаңа бүкіл обезболивающийларын енді анау сізге айтпай қойын, қандай дәрілер салғанымызды.
бүкіл жоқ бар дәрілердің бәрін тауып салып біз оны өткіздік. Иә. Бізге абырой керек. Абырой керек. Бізге абырой Біз керек. абырой үшін аттың бәрін ойламаймыз. құртып жатқан жоқпыз Иә, біз. иә. Сонда былай ойлап қарасаңыз, сонда жаңағы біз аттарды аямаймыз. Жылқыға Біз деген енді махаббат болмаса, бөлек. Европада ондай жоқ. Европада даже мысалы біз әлгі Польшаға бір жаққа барсаң, оларда атың өліп қалса, сен оны жаңағы специальный адамдар шақырып, 200-300 долларын төлеп, жаңағы көметін жеріне өздері алып кетеді. Олар жемейді ат. Жылқының етін жемейді. Европада мүлдем жемейді. Біз ғана оны қалай жемейміз енді? біз жейміз, иә. Біз жемесек одан біз қиналып қаламыз. Біздің ол қанымызда бар, тегімізде бар ол. Оны жеген бөлек қой ол енді, әрине. Бірақ енді мен жаңағы өзінің несін айтып отырмын да. Иә. Біз олардан 100 жылға қалқалғанбыз. Селекция жағынан да қалдық. Бізде даже мысалы атты біз дұрыс тағалай да алмаймыз. Бізде ондай тағашылар сияқты нелер жоқ, специалисттер жоқ. Мысалы Европада мысалы бір тағаш ма, сіз мысалы оқыдыңыз ба? Сіз келесіз ат тағалау үшін. Өзіңіздің жаңағы газель машинеңізбен келесіз. Сіздің артыңызда мынандай өз кузница дейді ғой, анау ат тағалайтын көріктері. Иә, сол жаңағы бұрынғы темір балқытатындар бар ғой. Иә. Сондай өзінің заводской кузницасымен келеді де, сіздің атыңызды келеді, аяғын күйдіріп, өз тағасын салып, анаған өлшеп, размер. Тура өзінің размерін сап береді. Бізде жоқ ондай, әлі күнге шейін. Біз айтамыз, біз кереметпіз дейміз. Шындап келген кезде бізде бір не жоқ, мысалы, поликлиника жоқ, атқа операция жасайтын. Ветвраштар жоқ дұрыс. Мысалы, жаңа жорықтың өзіне жаңағы бізге жаңағы ветвраштар келеді ғой, ветвраштар жаңа судействоға международный, сонда Россиядан келеді. Бізде өзімізде жоқ, оқыған азаматтар жоқ. Сонда біз қазір мынау ат спорты даму үшін соғанда біз көңіл бөлдіруіміз керек. Осы мамандарды тәрбиелеуіміз керек. Әрине, мамандарды тәрбиелеуіміз керек. Бізде мықты тағашылар болу керек. Оған жаңа мемлекеттен қаржы бөлінсе, мықты тағашылар болса, одан кейін атты жақсы баптайтын бапкерлер болса. Ол бапкерлер мектеп. Қаншама аттарды біз сындырамыз. Мысалы қазір мен деген атбегілердің қорасында 30 ат дайындайды. 30 аттан 2 ат жүгіреді. Ішіндегі жаңа қалған 25-і болды, списание кетеді. Олардың бәрі қаншама қаражат қалынған, қаншама үміт, қаншама ақша желге ұшқан. Сонда әрбір қорадан шығатын 2 ат. Яғни бұның барлығы біздегі мамандардың білімнің деңгейіміздің төмендігі ғой бұл сонда. Біз бүйте берсек жәнегі далақтап бәйгеден шауып жәнегі бірінші орын алғанымыз не керек? Біз жәнегі негізін қалыптастыра алмай жатсақ дейсіз ғой. Иә, бізге бұл мемлекеттік деңгейде қолға алынуы керек шаруа шығар. Бұл енді мен сізге айтайын, мемлекеттік деңгейде арнайы грант бөліп оқыту болсын. Біздің қазір мен сізге енді бір не айтып берейін, кішігірім история, бір не жақта тарихи мысал дейсіз. Иә, тарихи мысал. Қордай ауданында Кенен Әзірбаев деген ауыл бар. Жаңа сол жақтан қайын жұртым, жаңа келін сол жақтан. Сол Кенен Әзірбаев ауылында бір Сакен деген досымыз бар. Атбегі жаңадан келген, сондай бір жақсы беделді азамат. Сол кісі маған звондайды бір күні. Мен как раз өзім қайын жұрттарға бара жатқам сол жаққа. Досыма бір тай алып берейін Қордайдан. Содан жаңағы қайын жұртқа кіріп шығайын деп. Сол звондайды жаңағы, кәке қайтасыз, қалыңыз қалай деп. Мен айтамын, жақсы бәрі, сол сіздер жаққа жол жүрейін деп жатырмын деп. Үйге кім келе жатыр дейді. Біздің үйге қонаққа Мұхамеджан Тазабек келе жатыр дейді да. Сол кісі келе жатыр. Сол кісіге арнайы дастархан жайып жатырмыз. Келіп бірге дастархандас болыңыз. Болды, жақсы онда. Әрине ол кісілерді енді телевизордан көреміз, былай бір дастархандас болып тұрмыз. Айтулы азаматтардың бірі ғой. Жақсы істің басына жақсылар келер қасына деп. Содан Қордайға барып, содан жаңағы жұмыстарды бітіріп, досымызға бір тай алып беріп, содан жаңағы неге келдік? Кенен ауылына. Ауылына келіп, жаңа Сәкен досымыздың үйіне бардық. Соны барсақ, сол ауылдың атбегілері бар, біраз азаматтар жиналып.
үлкен дастархан жасап қойыпты. Содан жаңа біраз уақыттан кейін Мұхамеджан Тазабек ағамыз келді. Содан ол кісі келіп дастархан жасап, жаңа тамақ ішіп, ет келді, соны тамақ ішіп отырмыз. Соны жаңағы айтып жатырмыз да, енді аға, енді сізді телевизордан көреміз, күнде келе бермейсіз. Соны жаңағы рұқсат болса бір сауалдарымыз бар еді, қойып отырсақ деп. Ол кісі де енді әрине өзі кеш батып бара жатыр. Мен бұл жаққа келгеніме 15 жасымда келген екем, содан бері келмеппін. Содан бері осы жол келіп отырмын. Әрине сөйлесетін әңгіме көп, бірақ нақты сауалдарыңыз болса, нақты жауаптарын беретін сол дұрыс болады деп. Соны мен ана айтамын ғой, аға, енді менің бір сұрағым бар сізге. Мынау өзінің басында ол кісі өзінің туралы айтып кетті ғой. Бұл кісі жаңа Қонаевтың енді балашқысы болған, любимчигі болған екен. Сол кісімен бірге жұмыс істеген. Одан кейін мысалы Нұрсұлтан ағамызбен де асыларынан ашып, жақсы жұмыс істеген. Ол кезеңде де, қазіргі кезеңдерде сол жоғары жақта беделді үлкен кісілермен араласып жүрген кісі. Соның бәрін өмірбаянын айтқаннан кейін біз айтып жатырмыз, енді аға, сіз енді өзіңіз сол үш кезеңде де жүрдіңіз, көрдіңіз. Мен айтам да, біздің жаңағы сұрағым менің осы біздің қазақта жаңағы бір айтады ғой, қой үстінде бозторғайлайтын заман қашан келеді? Иә. Жұмыртқалайтын. Біздің қазақтың болашағы не болады өзі? Не күтіп тұр бізді деймін ғой. Сіздің ойыңызша қашан? Сіздің ойыңызша, енді сіз кішкене оқыған, білімді, бізге қарағанда білім деңгейіңіз жоғары деп. Соны енді ол кісілердің жауабы жаңағы біз сияқты бір сұрақ қойсаң, иә, жоқ деп жауап бермейді ғой. Иә. Ол кісілер жауап бергенде енді сондай маған ол кісі ұнады, сондай білім деңгейі өте жоғары, сондай бір өзіне бір ана кісінің қасында отырсаң өзіне бір баурап алатын қасиеті бар екен де. Содан жаңағы ол кісі бастады, содан жаңағы былай айналдырып алып келіп 1 сағат жауап берді ғой. 1 сағат жауап берді де ақырында айтты: қазақтардың бәрі байиды деді. Қазақтың бәрі байиды. Қазақтың бәрі байиды деді. Қандай жағдайда? Қандай жағдайда емес, осы қазір келе жатқан кезеңде дейді. Иә. Қазақтардың бәрі байиды деді. Үлкен байлыққа ие болады дейді. Үлкен байлыққа ие болады, бәрі байиды деді. Бірақ Европада бір мемлекет бар деді. Олар жаңағы 9-да ұйықтайды дейді, таңертең сағат 5-те тұрады дейді. Оларда ешқандай жаңағы проблема жоқ дейді да. Мәселе жоқ. Мәселе жоқ. Медицина дамыған, образование жаңағы білім дамыған, жоғары дейін. білім жоғары, демалатын жерде демалады, жұмыстары бар. Денсаулыққа қарайтын. Денсаулығына қарайды, спортпен айналысады. Иә. Жаңағы театрға барады. Бүкіл жағдайлары бәрі жақсы, керемет. Бірақ олар жаңағы Құдайға сенбейді дейді. Арғы дүниеге сенбейді, ақыретке сенбейтін болады дейді. Сондай нәрсе болуы мүмкін дейді. Сондай нәрсе болуы мүмкін. Сонымен ол кісіге айтамын, онда біз қазақтың жігіттері, жарайды, біз қазақ байысын, жақсы болсын. Бірақ енді ары қарай біз енді өзіміздің салт дәстүріміз бар, әдет ғұрпымыз бар. Соған жібермеуіміз керек қой. Соған не істеуіміз керек деймін ғой. Сол кісіге ол кісі тағы да жаңағы 1 сағат мен енді ол кісі сияқты жауап бердім. Тарихты төңкеріп айтып келіп. Тарихты төңкеріп тұрып айтып келіп. Сонда тоқетерін айтқан кезде, мына сен дейді өзің атың кім дейді, мен айтым Қуат. Сен мысалы дейді өзің бір әулетте, текті әулеттенсің, сондай азаматсың ғой. Иә, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір. Сонда дейді сен өзіңді дейді ертең ұлыңды сондай бір текті әулетке үйлендір дейді. Келініңді, қызыңды сондай бір текті әулетке бер дейді. Біз дейді мысалы өзіміз дейді да, мен мысалы өзім семьяммен жаңағы бір жерге барып тойға, бір жерге құдаларымыз бәрі жиналып бір тойға қатысқанда 300 адам жиналсақ дейді. Соның 250 адамы сәждеге, намазға бірге тұрады дейді. Қандай керемет, ә? Егер солай болатын болса, бізде салттар түрде, әдет ғұрыпта бәрі сақталады дейді. Сондай бір жауабын алдым да, содан мен ол кісіге риза болдым. Керемет. Алла берекесін берсін.
сонда қазір біздің жорықта да мысалы біздің президентіміз өте қатты қолдап жатыр. Қазір анау неден Маңғыстаудағы адай тұқымын оны қолдап жатыр, қаржыландырып жатыр. Былтыр Қостанай тұқымы бірінші орын алды. Бізде Қостанай тұқымы тіркелген Қазақстанда бірақ тұқым. Заңды түрде тіркелген бірақ тұқым. Селекцияланған. Қанша жыл бойы тіркелген бірақ тұқым. Бізде Қазақстанда мынау бәйге аттарында Қостанай тұқымы бар. Басқа бізде жоқ. Найман тұқымы деп жатады ғой қазір. Жоқ, олар бар. Найман тұқымы, олардың бәріне бертіннен бері. Мына жорық басталғалы бері мен сізге айтайын, жорықтың тағы бір міне берекесі, пайдасы. Бұлар мына жорық басталғалы бері көшім тұқымы шықты, найман тұқымы шықты, Жетісудан арғымақ тұқымы шықты. Неден қазір мынау Жамбыл облысынан Әулиекөл, сондай нелер, сондай тұқымдардың бәрі шығып, сол осы жорықтың арқасында солардың бәрі тұқымдарын шығарып жатыр. Бұл тағы да жорықтың берекесі. Жорықтың берекесі мен жорықтың берекесі. Игілігі ғой бұл. Жорықтың игілігі. Сол үшін бұл біз осы жорық үшін жаңағы бірінші өте жақсы. Бақытжан ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Бақытжан ағамыз сондай азаматтарға, сол басы қасында жүрген, содан кейін біз бәріміз ана кей кезде айтамын ғой, біз жорықта ұрысып та қаламыз, жанжалдасып та қаламыз. Енді спорт қой енді ол ренжісіп те қаласың да. Бірақ мен соңғы рет ол кісіге осындай бір аға әділетсіздіктер болады ғой, анау мынау деген кезде бұл кісі айтты да, жаңа қуат, бұл жаңадан келе жатқан нәрсе ғой дейді да. Жаңадан келе жатқан спорттың бірі ғой. Әр нәрсенің кемшілігі болады ғой дейді. Әр нәрсенің кемшілігі. Егер сендер осыны шын жақсы көрсеңдер, сендер неғып мен қасымнан табылмайсыңдар дейді. Сол кезде біз мен үй алдымда ағадан кешірім сұрадым. Енді ол кісілерге мынау жорықтың дамуына, осының берекелі болуына, осы одан сайын дамып, қаншама тұқымдар шығып, осы біздің қазақ даласында одан сайын дамып, осы қазақ даласында дамып, келесі жылы біз барып Қырғызстанға шауып, одан ары қарай Арабияға барып шауып. Жоспар бар ғой қазір негізі, жобалар бар, иә? Сондай жобалар бар. Уже бұлармен сөйлесіп жатыр. Көшпенділер ойындарында жорық болады деген сыбыс бар, бірақ бекітілді ме екен, бекітілген жоқ па? Иә, ол енді 2026-та болады ғой. 26-да, иә, Қырғызстанда. Қырғызстанда болады. Сонда жаңағы сол жорықты бұлар кіргізе ме кіргізбей ме енді білмейміз, енді сол жақта болады деп ойлаймыз. Егер болса біз міндетті түрде барамыз. Егер Қырғызстанға барсақ, уже біз жаңа шет мемлекетке барып шауып бастадық деген сөз. Одан кейін мысалы Ресейде бұндай пробегтер көп қой, бірақ бұларда жаңағы 5 атпен шаппайды, 1 атпен шабады. Мысалы қазір бізде де ондай нетіп жатыр, 100 километрден шауып, сол жаңа паспорт беріп, сол атты Арабияға апарып, осы жаңа көк мойнақтың несі бар, жетекшісі Исимбай көкеміз, Маңғыстаудан. Өте жақсы, мен құрметтейтін жақсы аға. Сол кісі соған жүгіріп жатыр. Содан кейін мынау Шығыстан Сүлейменов Қанат ағамыз, өте бұрыннан келе жатқан аттегі батыр азамат. Өте батыр азамат. Сол кісі де соған жаңа ұмтылып жатыр. Рүстем ағамыз, жаңа менің ұстазым, чемпион. Ол кісі де соған нетіп жатыр. Бұл жорыққа кірген адам жаңа бәйге кішкене қызықсыздау болып қалады да. Неге? Өйткені ана жақта сен өзіңіз ойлаңыз, 5 күн шабасың. 5 күн сен жаңа адреналиннің бүкіл нең көтеріліп жүреді да. Бәйгеге барасың, жаңа 20 минутта бәрі бітеді, 1 сағатта. Содан кейін жаңа кішкене қызықсыздау болып бара жатыр да. Содан кейін бір жорыққа да ауысып жатқанымыз сол. Жорыққа бір келгенім қатты қызық. Содан кейін жорық бұл жаңа уже дүниежүзілік деңгейге көтеріліп, бұл жақта жаңағы нелердің өзі, мынау средства массовой информациялардың өзі, бұқаралық ақпарат құралдары, бұқаралық ақпарат, одан кейін бүкіл жаңағы әлеуметтік желі, Қошановтан бастап бүкіл үлкен кісілердің бәрі, әкімдердің бәрі осы жерде. Үлкен кісілер мықты қолдап жатыр. Қазақтың жоғарғы билігі де қазір жорыққа ынта ықылас білдіріп отыр дейсіз ғой. Бұл жерде үлкен саясат бар. Саясат бар. Жорықтың ішінде. Түбімізді тану мен тегімізді тану ғой бұның ар жағында. Әрине. Өте дұрыс, өте дұрыс. Алла берекесін берсін, жақсы. Алдағы жорық жолы Қостанайда болады деп жоспарлап отырмыз, иә? Бұл қыркүйектің 20-сы мен 25-інің аралығында. Неліктен Қостанай таңдалып алынды? Бұл қандай бір айтулы
оқиғаға байланысты өткізілгелі отырған іс-шара? Енді ең бірінші себеп, мен енді негізі жорық жылына бір рет өту керек қой. Иә, бір рет өту керек. Биыл Алматы облысында өтті. Енді мынау екінші рет, биылғы жыл тағы да екінші рет өтейін деп жатыр. Қостанайда, өйткені биыл біздің Міржақып Дулат атамыз Алаш арысы. Алаш арысы, Оян қазақты жазған кісі. Сол кісінің 140 жылдығына орай ол жақта үлкен той, бәйге, үлкен мерекелер өтеді. Ол жаққа жаңағы үлкен президентіміз бары мүмкін. Содан кейін жаңа дүниежүзілік деңгейде өтеді. Шет мемлекетінен жаңа азаматтар келеді, қатысатын адамдар келеді. Бірінші себеп сол болып тұр ол жақта. Сол себепті биыл енді бізге бұл қалай айтса болады. Қостанайдың жолы Ол кісі атамыз қалай өлгенін, қайтыс болғанын біз білеміз ғой, тарихты білеміз де. Енді бізге бұл үлкен сын болайын деп тұр. Бұл осы жорықта біздің міндетті түрде қазақтың командасы міндетті түрде ұту керек та. ұту керек. Ұту керек. Өйткені егер биыл біз ұтылатын болсақ, онда бізге қиын болады, сын болады да. Сол үшін енді қазір барлық команда Өктем күш, өктем заман салып кеткен өкініштің сызын қайтару керек дейсіз ғой. Әрине. Біз қазақ әлі де тіріміз, әлі де іріміз, рухымыз биік екенін көрсету керек дейсіз ғой. Әрине. Сондықтан да жәнегі жорыққа қатысатын командалардың арасында да осындай жоспар бар деп айтасыз ғой. Осындай жоспар бар. Одан кейін жаңағы үлкен жаңағы Бақытжан ағамыз болсын, Рүстем ағамыз болсын, звондап сол қуат осылай биыл бірдеңе істеуіміз керек. Осы жорықтан міндетті түрде ұтуымыз керек. Бұл жорықтың ертең болашағында зиян тиюі мүмкін деп. Сондықтан да биыл енді қатты дайындалып жатырмыз енді. Елді де ерді жерге қаратпайық деген жоспар. Елді де ерді жерге қаратпай. Әйтеуір қазақтың командасы ұтса, соған біз риза боламыз. Былтыр мысалы Алтай бауырымыз Қостанай тұлпарларымен бірінші орын алды ғой. Біз қандай қуандық. Біз ол үшін қуануымыз керек. Қостанай тұқымы біздің, жаңа бағана айтып кеттім ғой мен, біздің заңды түрде тіркелген бірақ тұқым. Әзірге жаңғыз тұқым дейсіз. Әзірге жаңғыз тұқым. Сол Қостанайды біз одан сайын дамытуымыз керек. Соны қолдауымыз керек. Қостанай аттарын көбейтуіміз керек. Сол үшін енді биыл Алтай бауырымыз да жақсылап дайындалып жатыр енді. Оған да сәттілік тілейміз. Адай тұқымы да дайындалып жатыр. Найман тұқымы да дайындалып жатыр. Жетісудегі Рүстем ағамыз да жақсы дайындалып жатыр. Бізде енді дайындығымыз жаман емес. Жылдан жылға тәжірибеміз көбейіп, дұрыстап дайындалып жатырмыз. Бірінші себеп. Екінші себеп, мен сізге айтайын, енді біз 5 жорық чауып тастадық қой. 5 жорық. Әртүрлі жерлерде. Әртүрлі жерлерді чаптық та біз ақылдаса келе, бағана айттым ғой, біз енді атты біз аяуымыз керек. Әр қай жерге біз барып чапсақ та, мысалы былтыр Көкшетауға барып чауып едік. Ол жақта жаңа жолдың бойымен чабасың, асфальтпен. Асфальт, Шет жағына шықсаң, жаңағы болото. Батып кетеді аттарың, аяқтары. Балшық, саз чаба алмайсың. Сол үшін асфальтпен чаптық. Асфальтпен чаққаннан кейін аттардың аяғы кетеді, тас кіреді, таған күнде айырбастайсың. Бұл үлкен бізге жаңағы проблема тудырады да. Атқа да азаматқа да мәселе тудырып жатқан мәселе тудырады. Одан кейін жаңағы Түркістанға чапқанда да ол жерде таулы, қырат, тасты жерлер, Жезқазған жақта да сондай тасты жерлер. Биыл Алматы облысына өзімізше бір жақсы жер тауып деп чаптық. Бұл жақта да жаңағы өңкей асфальт, подъем, аттардың бәрі әбден қиналды. Күн ыстық болды. Сол үшін ойлана келе, жаңағы бәріміз ақылдаса келе, осы Қостанайда әрқашан жорықтың бәрі осы Қостанайда болса екен деп шешіп жатыр енді. Биыл бірінші рет өтеді. Өйткені ол жақта жаңағы кең дала, қара жол, атқа нағыз керексіз. Күндері салқын, сондай ауа райда бәрі дұрыс болғаны, ыңғайлы, қолайлы, сонда жақсы жүретін болады да.
сол үшін екінші себеп сол жақта. Жалпы айтады ғой әлгі ашаршылықта жеген құйқаның дәмі кетпейді дейді. Бағана айтып отырсыз жаңағы алғашқы жорыққа барғандағы қиыншылықтар, ондағы қолдаулар, демеулер, сол секілді өзіңіздің жаңағы жалпы өзіңізді қолдаған, ақылын айтқан, қаржылай қолдаған азаматтар туралы. Әрине, иә, ол жылдан жылға біз енді сондай әрқашан сол жүлделі орынға ие болып жүргеннен кейін қасымыздан жақсы азаматтар көп табылып жатыр. Қазіргі күнде Аллаға сан шүкірлер мен мадақтар болсын. Бәрібір Алланың қалауымен ғой. Биыл мысалы 2-3 жыл болды бізге жаңағы осы жорыққа біз сынақ жасаймыз. Соған демеуші болып жүрген Ержан Майлыбаев ағамызға мен үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені бір ауыз сөзіміз жерге тастамай, қанша қаражат керек болса бізге соны беріп отыр. Өйткені ол сынақтың өзін біз 200 шақырымға өткіземіз. Оны 2 күн жүресің, оның тамағы бар, оны ұйымдастыруы бар, сертификаттары бар, кубогы бар, қаражаты бар, жүлдесі бар, жүлде қоры бар. Аз қаржы емес. Иә, аз қаржы емес. Соның бәрін жаңағы Ержан ағамыз көп көмектеседі. Содан кейін Ұлан Омаров ағамыз, қазір Жолан Марқұм ағамыздың ағасы, маған қатты көмектесіп жатыр. Мынау облыстың әкіміне де айтып, замына да айтып, мына бала биыл облысқа чапсын, бізге чапсын деп, осы өзі інім деп, өзім жақсы көретін ағаларым біреуі. Сол кісіге үлкен рахмет айтқым келеді. Содан кейін енді биыл қазір мынау Казминералс деген компания бізге қазір үлкен қаржылай көмек көрсетейін деп отыр еді, Құдай бұйыртса. Оларға да әлі бірақ осы жорықта көмектесеміз деп отыр енді. Соған қазір соның сұрақтарын шешіп жатырмыз. Одан кейін жаңағы облыстық акимат өткенде Алматы облысының әкімі спорт басқармасындағы жаңағы басшысы Рахым шақырып бізді арнайы спорт күніне марапаттап 3 миллион теңгелік сертификат беріп, жаңағы балалардың бәрін бір еңсесін көтеріп, сондай бір жақсылықтар жасап отыр. Жаңа Алматы облысының әкіміне Марат ағамызға үлкен рахмет айтқым келеді. Одан кейін мынау былтырдан бері мен қасыма өзімнің жаңағы жақын досым келді. Қасенов Нұржан деген, өзіміздің сол жаңағы Ақши деген ауылдың тумасы. Аягөздің Ақшиы ғой, иә? Иә, Аягөздің Ақшидің Қасенов Нұржан мен Аслан деген бауырларымыз екеуі қасыма келіп, бұлар текта жұмыс істейді. Солар қасыма келіп, екеуміз өмір бақи бұрын Гайде бірге істегенбіз, семьямызбен араласып келе жатқан, сондай арамызда ешқашан бір-бірімізді ренжітіп көрмеген, сондай бір арадан қыл өтпеген достарсыздар. Өтпеген достарымыз. Алла берекесін берсін. Сол достарым мен қазір қасыма келгелі бері одан сайын берекем артып, еңсем көтеріліп, ондай қазір өзі қиын заманда бір адал достар, қасында жүретін азаматтар табу өте қиын. Кеудеден жан кеткенше серік болатын достар ғой, мұрнынан қан кеткенше, қолынан мал кеткенше емес дейсіз ғой. Сондай бір ең жақын достарым бір атқа келіп жатыр. Жақсы. Олар семьясымен бірге атқа келіп жатыр. Бәрі. Содан мынау таудың етегінен жаңағы Нұржан досымыз жаңағы көмектесіп екеуміз бірге жаңағы сол жаңағы жорықтың аттарын дайындайтын орындар дайындап жатырмыз. Алла берекесін берсін. Сол жігіттерге үлкен рахметімді айтам. Содан кейін мен өзімнің командамда берекелі, командамның жігіттерінің бәрі өте жақсы, бір ауыз сөзінде екі етпейді. Дастан деген біздің жаңағы аттарды дайындайтын бауырымыз бар, Азамат деген бауырымыз бар, Ерлан деген бауырымыз бар. Ана жақта ақылшымыз Нұрлан ағамыз бар, Ескаков, Алмас ағамыз бар, Исахан ағамыз бар, Сакеш ағамыз бар. Сондай жаңағы чабондоздарымыз Руслан, жаңағы Сико, Жарас, Ерсін, Мадияр деген бұрыннан менде чапқан екі чабондоз. Олар қазір Қанат ағамыздың сұрауы бойынша Шығыс Қазақстанға
көмектесіп жүр. Қанат ағамыз өзі сұрап алған оларды. Сонымен қазір олар сол жаққа чалып жүр. Олар да сол бір плата кірейін деп сол бір Алла сәттілік тілеп жүрміз енді. жүлдегерлер сапына енейін деген жоспары бар ғой, мақсат мұраттары бар. Әрине. Сондай енді жақсылықтар болып жатыр енді, Аллаға шүкір. Бола берсін. Жаман емес. Биыл Құдай бұйыртса сол жаңағы біздің демеушілеріміз бәрі дұрыс болса, сол өздеріңізді жорыққа шақырамыз. Алла Жорықты бұйыртса. келіп түсіріңіздер. Алла бұйыртса. Ана жерге аудиториясы бәрі кең. Сол жерде бірге жүрейік. Өздеріңіз ана көп естігеннен бір рет көрген дұрыс дейсіз ғой. бір рет барып көрсеңіздер, ол бөлек дүние да. Содан кейін жаңағы егер сіздер ат жақсы көретін Онан кейін жылына 4 рет жаса деп қиғақ саламыз ғой біз. 4 рет емес, негізі бір рет жасаған дұрыс. Бір рет жасаған дұрыс. Бір ретке өйткені аттарды ол оңай нәрсе емес. Ұстап дайындау керек, таңдау керек. Асықпай дайындалған дұрыс та. Бұған ат таңдаудың өзіне машақаты мол, уақыт көп кетті дейсіз ғой. Бұл жерде қателесіп Дайындаған атыңыздың өзі жарай ма, дәл жарыстың алдында жарамай қалудан мүмкін ондай жағдайлар бола ма? болады, әрине болады. Таңдаған атымыз әй мынау болмай қалды деп. Сол үшін жәнегі 5 ат емес 10-15 аттан бір алып қоятын шығарсыздар бір алған кезде. Жоқ, біз олай істемейміз, бірақ міндетті түрде артық аттар тұрады бізде. Мысалы 5 ат апару керек болса, біз 7 ат дайындаймыз. 7 ат дайындаймыз да міндетті түрде ол бір атың бір жерде аяғын жырып алады, бір жерде бірдеңке болып болады, оқыс болып. Оқыс оқиға киіп жатқан кезде оқыс болып болады. Болмаса жаңағы өзің бір керемет соны жүйріктеп тұрған атың болмай қалады. Наоборот, оған сенім артпаған атың өтіп кетеді. Бұл өзі түсінбейтін нәрсе. Өйткені неғұрлым бірақ қаны кішкене төмендеу аттар жақсы да. Соның мынау несі тірсектері жуан, сіңірлі, сондай өздері бір жер соғарлы, сіңірлі, күшінде бой бар, сондай несі бар, күші бар. Жаңа тыныс алу несі бәрі дұрыс. Сондай сүйегі жарасқан, сондай бір мықты қазанаттар керек қой бұл жерге. Өйткені бұрын батырлар сондай бекер сондай аттар таңдамаған ғой. Ол өйткені сіздің Қабанбай атаңыздың өзі Қубас таңдаған кезде білесіз ғой, өте үлкен тарихи ғибрат дүние. Сол сияқты бұл оңай нәрсе емес. Атты өзіңіз таңдайсыз ғой, Атты өзіміз таңдаймыз. Енді кімдермен ақылдасасыз, жәнегі Секен ағалармен? Жоқ, енді жорықтың аттарын таңдағанда. Жорықтың аттарын таңдағанда мен өзім содан кейін жаңағы қасымда жаңағы айтып отырмын ғой, дайындайтын Дастан, Азамат, жаңағы Нұржан бар, бауырларымыз, өзіміз барып таңдаймыз. Аттың қандай қасиеттеріне жәнегі нақты айтып өтірік, жіліктеп айтып беріңізші. Міне 1000 жылқының ішінен мен деген қазанатты біз осындай қасиетіне қарай дейді. Өйткені сіз білмейсіз ғой, әлі ол мен 100 шақырым емес 10 шақырымда жүріп көрмегенсіз, сырт тұлғасы. Енді ең бірінші біз қарайтынымыз оның жаңағы сүйегіне қараймыз. Сүйегі. Жіңішке жылқы бәйгеге шауып жүрген жылқылар шадамайды. Ол жіңішке жылқылар бір 300 километр, 400 километр, даже мынау соңғы мына 500-лікте 5 километр, 10 километр ағанда тоқтап қалатын жылқылар болады. 10 километр ағанда. Ол уже тоқтап қалғаннан кейін ол өтпеді деген жылқы. Маған есе қандай тұлпар болса да. Сол үшін бұл жаққа бәйген жылқылары, тазаған жылқылар мүлдем жарамайды. Бұл жаққа неғұрлым шеше жағы, қазақи өзіміздің аналық жағы, әкесі жаңағы ағылшын қосылған, араб қосылған, сонда екеуі бір араласқан кезде төмен қан болып тұрады. Төмен қан болады да, содан кейін бұның жаңа айтып отырмын ғой, сіңірлі, өзі былай бойы қатты немес, белі қысқа. Белі қысқа. Соны тыныс жаңа несі, тыныс алатын несі кең. Сондай бір өз қазанаттар болады. Содан кейін бұл бірінші, екіншіден бұны міндетті түрде әбден тапталып мінілген жылқы болу керек. Өмір көрген жылқы дейміз ғой анау. Сиырға мінілген, жылқыға мінілген, қойға мінілген, қысы жазы үстінен түспейміз. Ана бір өткенде бір нелер шықты ғой анау. Бәйгеге шауып келіп көкпарға барам, көкпардан кейін жаңағы қасқырға барам, қасқырдан кейін жаңағы сондай сол сияқты аттар керек қой бұл жерде тоқтамайтыншы. Тоқтамайтын. Күні өшкенін шабатын, 2 күн шабатын. Өйткені бұл жерде өте қиын ғой. Өзіңіз ойлаңыз, ат 100 километр шауып келеді.
ертеңінде сен оны қайтадан түнімен восстановить етесің, қайтадан 100 километр. Алдыда 500 километр бар. 500 километрді мына 400 километрден кейін жылқылар жүргісі келмей қалады. Күнде біз оларға массаж жасаймыз. Массаж. Бұлшықеттерінен шауып келді ма, міндетті түрде арақты аламыз, үстіне жаңағы енді йодты құямыз, тағы да бір дәрілерін құямыз да бір бутылка араққа. Содан кейін жаңағы жоғыны күштілеп тұрып, оны сықылаймыз. Содан денелерінің бәрі босап, кішкене жұмсап, ауырғандар басылып, сөйтіп соны түнімен емдейміз оны. Бұл массаж система саламыз. Система салмасаң тағы тоқтайды. Енді күнде неше түрлі қымбат системалар саламыз. Міндетті түрде бір жылқыға мен сізге айтам, бір жоқ дегенде 10 бутылка 5 литр жаңағы не құямыз, система құямыз. Күн сайын. Күн сайын. Ол система құйылмады ма, бітті, жылқың тоқтады. Оның ішінде неше түрлі витаминдар бар. Ол витаминдар күнде біреуін құя бермейсің. Бір күн мына витаминді қоясың, бір күн мына витамин. Одан кейін жаңа 200 шақырымнан кейін бір жылқың тамақ ішкісі келмей қалады. Оған бөлек витамин саласың, дәрі саласың. Екінші жылқың тышқақтап қалады. Оған жаңа тышқақтаған дәрісін бересің. Үшіншісі тағы да бірдеңке болып қалады. Жүрмей қалады, не болмаса іші ауырып қалады, аяқ ақсақ болады. Соның бәрін түнімен ұйықтамаймыз. Ұйқы жоқ, таңертең 5-те тұрдың. Содан жаңа чапқылап, ана азартпен жүре бересің. Кешке келсең аттарың ауырып тұрады. Түнімен оны тағы да емдейсің. Ертеңде уайым қайғымен, зомбилар сияқты жүре бересің ғой, пока жорық біткенше. Жорық бітіп, Аллахтың қалауымен сен жаңа мәреге өтсең, сол кезде бір жылап аласың, жаңа көзіңе жас келеді, Алла тағала бір шүкіршілік етіп, аман есен келдім ғой, әйтеуір неттім деп. Жаңа командаңмен бір қуанып аласың. Сонымен жаңа қайтасың сонымен. Алла берекесін. Сонда жаңа өте қиын нәрсе. Өте оңай емес. 500 шақырым деген. 500 шақырым деген. Өздеріңіз көріп отырсыз, мысалы 25 шақырымда қанша ат қырылады, қанша аттың аяғы сынады. 80 шақырым, 100 шақырымда да 80 шақырымда биылда көрдіңіздер. Көрдік, қалай болды. Қанша ат құлады, қанша ат нетті. Сонда небір асыл аттар кетіп қалды. Небір асыл аттар кетті. Мынау 500 шақырымда, бірақ бұл жерде бізде бір жақсысы, мен сіздерге айтайын, бұл жақта аттар жаңағы құлап өліп қалу деген енді өте сирек болса бұл жерде болмайды. Жарамай қалады, болды, өліп қалмайды. И одан кейін мына жылдан жылға біз тәжірибе алғаннан кейін өзіміз де білеміз. Мысалы бір 5 атпен келе жатасың да, бір атың сені артқа тартып келе жатады ғой. Иә. Артқа тартып келе жатқаннан кейін соң кейін ақырындап қарайсың да ана тастап кетесің. Мына қазір осы 50-ді өткенмен ертең 50-ді өте алмайды деп. Бұрын басында біз врачтармен ұрысып, айқайласып жететінбіз. Одан кейін өзіміз де түсіндік, атқа жанымыз ашитын болды. Не істейміз ол атты өлтіріп, келесі жылы басқа жерде оның бағы ашылады деп. Өзіміз ақырын тастаймыз да, ары қарай жүре береміз. Енді спорт болғаннан кейін жеңілуіміз де мүмкін, оған бәріне дайын болуымыз керек қой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Жеңіс тұғырынан түспейміз. Құдай бұйыртса, жеңіс тұғырынан түсеміз деген ойымыз жоқ. Биыл енді спонсорымыз да бар. Қасымызда жаңа достарымыз да бар, берекелеріміз бар, ағаларымыз да бәрі акимат та қолдап тұр. Енді Алла қаласа бағымыз, бабымыз, үмітіміз жаңағы. Одан кейін мынау біз кеткен кезде үйдегі бала шаға бар. Бұлардың бәрі тақым қысып отырады ғой. Әйеліміз бар, бала шағамыз бәрі қуанып қарап отырады. Жолдасыңыздың өзі жорық аттарын жақсы ажырады екен. Ол кісілер де уже жаңа сол темаға кіріп кеткен. Соның бәріне кіріп, қай жерде қандай ат, кім келе жатыр, ютубтан неден күнде қарап отырады. Жаңа дастархан үстінде керемет әңгімелер айтып отыр. Қалай нетеміз. Содан кейін анашым да менің, ол кісі де жаңағы сол малдың қасында өскен ғой кезінде. Сол кісі де жаңағы өзінің тақымын қысып, батасын беріп, қажы кісі, енді сол кісінің батасын алып, өйткені біздің қасымызда 15 азамат болса, ол 15 азаматтың жаңағы міндетті түрде өзінің жанұясы бар, жаңағы бауыры бар, 3-4 әрбірінің бауырлары бар, олар қолдайды, ауылдастары бар. Енді Шығыс Қазақстанда да біраз азаматтар жаңағы өзімізді жақсы көреді, сыйлайды, олар да жаңағы қолдап отырады. Жақта Қордайдан достарымыз бар, жаңа Макағамыз бар. Жақсы көретін енді
өзіміз адамдарға ешқашан біз қиянат жасамаймыз. Бұл жерде содан кейін жорықта тағы бір не бар? Бұл жерде жорық, мен сізге айтайын, адамның ниеті, пейілі өте қатты байланысты екен. Егер сенде бір ниетің, пейілің дұрыс емес, бірдеңке біреуге бір қиянат жасап, біреуге бір жаңағы сенде бар нәрсені бермей қойып, өзіңде бар болып тұр. Біреу сенен таға сұрап келсе, соны міндетті түрде бере салу керек. Ол кісі қиналып тұр да, сенен келіп сұрап тұр. Берсең ол кісі берсін, бермесін, бірақ сол именно сол аттың тағасы түспейді де. Аттың қасиетімен келісесіз ғой бұл жерде. Ана саған бере салған тағаны сенің атыңнан Алла тағала түсірмейді да сол. Егер сен оған жаңа бар болып тұрып бермей қойсаң, ниетің, ішкі пейілің тарылып тұрса, сен онда мәреге жете алмайсың. Сонда мынандай да бір не бар екен да, мен соны қатты байқаймын да. Содан кейін жаңа бір адамдар болады әйтеуір бір аңды бәле іздеп жүретіндер. Сол бәле іздеп өздері сол бәлелерін тауып жарты жолда қалады өздері. Сол үшін енді бәле іздеген бәлекетке ұшырайды деген сол ғой. Сол үшін бұның өзінде бір несі бар. Соны біз барғаннан кейін әйтеуір айтып отырмын ғой, достарым бәрі жақсы, адал, жақсы азаматтар. Сол үшін біз өзіміз барамыз, керек нәрселердің бәрін алып аламыз, нетіп аламыз. Біреу қандай көмек сұраса да біз әрқашан шама жеткенше бәріне көмектесіп отырамыз. Таға керек па, таға, чеге, врач керек па, неміз бар, ветврачымыз да бар қасымызда, тағашымыз да бар. Аллаға шүкір, бәріне көмектесіп, қолдан келгенше тырысып, дәрімен керек болса беріп, әсіресе мұны Рүстем ағам айтып отырмын ғой, бір қатты басында көмектесіп сөйтетін. Қазір енді ол кісіге мен ол кісіні өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Анау адамның жақсылығын ешқашан ұмытпау керек қой, жаңағы дұрыс азаматтар. Маған бір өзімнің жаңағы сондай нем бар, өзімнің біреу егер маған бір жақсылық жасаса, мен ол кісіге міндетті түрде бір 10 жақсылық жасағым келіп тұрады да. Сол үшін бекен әйтеуір командамызда бәрі береке бірлігіміз бәрі жақсы, ниетіміз, пейіліміз дұрыс. Сондықтан да біз Құдай бұйыртса тағы да сол жүлделі орындарға иеленеміз деп ойлаймыз. Алла берекесін берсін. Құдай тағала мақсат мұраттарыңызға жеткізсін. Иә, біздің айтулы азаматтарымыз да ұлан асыр үлкен жорықтарға шауып жүрген мықты қазанаттарымыз аман болсын. Ұлтымыздың рухы биік болсын. Дәстүріміздің діңгегі берік болсын. Қазақтың береке бірлігі артсын. Ынтымағы, ырысы таси берсін. Жақсы күндерде жолығайық. Жеңіс сәттерде, жүлделі шақтарда қуанышты бірге тойлайық. Жақсы күндерде жолыққанша әңгімеңізге, сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сізге Алла разы болсын. Жақсы, Алла разы болсын.